сәлеметсіздер ме? Менің атым Андрей Арсен. Мен бүгін 11 мен 15 апта арасындағы конспекттерді көрсетпекшімін. Барлығы бар. Соңғы 15 аптаға дейін. Және енді өтейік. Біріншісі 11 апта 20 жылдағы Қазақстанның қоғамдық саяси өмірі. Бірінші сұраққа келейік. Қазақстан АКСР-ның құрылуы және Әлімхан Ермековтің қызметі. 20 ғасырдың 20 жылдарында Қазақстанның қоғамдық саяси өміріндегі ең маңызды оқиға Қазақ АКСР-ның құрылуы болды. 1917 жыл революциядан кейін қазақ зиялылары Алаш автономиясын құруға тырысты, бірақ азамат соғысынан мен кеңес билігінің күшеюінен кейін Алашорда үкіметі таратылды. 1920 жылы 5 наурызда Қазреком қаулысымен Алашорда ресми түрде тоқтатылды. 1919 жылы 13 шілдеде Қазақ өлкесінің басқару үшін Қазреком құрылды. Оның міндеті тек басқару емес, қазақ жерлерін бір автономияға біріктіру болды. Қазрекомның болашаққа Қазақ АКСР-ның аумағын анықтау, кеңестер съезіне шақыру, автономиясы туралы ереже дайындау жұмыстарымен айналысты. 1920 жылы 20 тамызда Ленин мен Калинин қол қойған дерек бойынша Қазақстан АКСР-ның құрылды. 1920 жылы 4 пен 12 қазан аралығында Орынборда Қазақстан кеңестерінің құрылтай съезі өтті. Осы съезде Қазақ АКСР-ның құрылған ресми жарияланды. Астанасы Орынбор болды. Бұл жерде Әлімхан Ермековтің қызметі өте маңызды. Ол Мәскеуде қазақ жерінің шекарасы туралы талқылауға қатысып, қазақ жерлерін Қазақ АКСР-ның құрамына енгізу керек екенін дәлелдеді. Ол әсіресе Ақмола, Семей, Торғай, Орал, Каспий маңы сияқты қазақтар мекендеген аймақтарды бөлініп кетпеуін қорғады. Яғни оның нақты еңбегі қазақ жерінің тұтастығын сақтауға қатысуы. Менің ойымша, Қазақ АКСР-ның құрылуы қазақ мемлекеттілігінің үшін маңызды қадам болды. Бірақ бұл толық тәуелсіз мемлекет емес еді. Қазақ АКСР РКФСР құрамында болды. Сондықтан басты саяси шешімдер Мәскеуде қабылданды. Дегенмен дәл осы автономия кейін Қазақ Республикасының жерлік негізі қалыптасты. Енді екінші сұраққа өте кетсек, мәдени құрылыс және оның қайшылықтары. 1920 жылдары Қазақстан мәдени құрылыс кең түрде жүргізілді. Кеңес билігі халықтың сауатын ашуға, мектептер ашуға, кітапхана, клуб оқуы үйлерін көбейтуге көңіл бөлді. Себебі ол кезде халықтың көп бөлігі сауатсыз болды. Әсіресе ауылдық жерлерде оқи алатын адамдар аз еді. Нақты айтсақ, сауатсыздықты жою жұмысы 1929 жылғы сауатсыздықты жою жөніндегі жұмыс туралы қаулыда кейін күшейді. Бірақ бұл жұмыс оңай болған жоқ. Мұғалім оқулық және оқу құралы және қаржы жетіспеді. 1928-29 жылында Қазақстан 4397 бастауыш мектеп және 142 7 жылдық мектеп және 29 екінші сатыдағы мектеп жұмысы істеді. 1927 жылы қазақ мектептерінің саны 1600 болды, бірақ олардың ішінде жеке мектеп үйі барлары 40-қа да жетпеді. Қазақ тілін дамытуға да қадамдар жасалды. 1923 жылы іс қағаздар қазақ тіліндегі жүргізу туралы декрет қабылданды. Кейін іс қағаздары қазақ тілінде көшіруіне соңғы мерзімі 1927 жылы 1 қазан деп белгіленді. Бірақ бұл толық орындалмады. Себебі мекемелердегі қызметкерлер
кейіпкерлердің көбі қазақ тілін білмейді, ал қазақ кадрлары аз болды. Мәдениеті нақты жетістіктері болды. Мысалға, 1926 жылы қазақ драма театры ашылды. Оны Әміре Қашаубаев, Қалибек Қуанышбаев, Серке Қожамқұлов, Елубай Өмірзақов және Құрманбек Жандарбеков сияқты өнер қайраткерлері ұйымдастырды. Әміре Қашаубаев Парижде және Франкфуртта, Майнеде ән айтып, қазақ өнерін Еуропаға танытты. Бірақ мәдени құрылыстың қайшылығы да болды. Кеңес билігі мәдениетті еркін дамытқан жоқ, оны өз идеологиясына бағындырды. Мәдениет буржуазиялық және пролетарлық деп екіге бөлінді. Ұлттық дәстүрдің бұрынғы әдеби мұра ескілік ретінде қаралды. Қазақ жазуы да өзгерді. Алдымен араб жазуынан латынға, кейін кириллицаға көшті. Бұл халықты бұрынғы жазба мұрасынан алыстатты. Сондықтан бұл кезеңді бір жақты бағалау дұрыс емес. Bir жағынан мектеп, театр, кітапхана көбейді, екіншіден жағынан ұлттық мәдени кеңестік идеологиялық бақылауына түсті. Бірақ көптеген кемшіліктер болды. Үшінші сұраққа өтейік. 1920 жылдағы қазақ әдебиеті. 1920 жылдағы қазақ әдебиетінің күрделі жағдайда дамыды. Бұл кезде бір жағынан алаш зиялыларының ұлттық бағытындағы әдебиет сақталды. Екінші жағынан кеңестік әдебиет қалыптасты. Алаш бағытындағы жазушылар Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев және Жүсіпбек Аймауытов жатады. Олар халықтың оянуы, білім алуы, ұлттық сана, ел тағдыры туралы жазды. Мысалы, Ахмет Байтұрсынов әдебиет танытқыш еңбегінде әдебиет теориясын қазақ тілінде түсіндірді. Мағжан Жұмабаев Батыр баян поэмасында ерлік пен елдік тақырыбын көтерді. Жүсіпбек Аймауытов Қартқожа романында қарапайым қазақ жастарының жаңа қоғамдық өмірін көрсетті. Ал кеңестік бағыттағы әдебиет Сәкен Сейфуллин, Бейбіт Майлин, Ілияс Жансүгіров, Сәбит Мұқанов, Мұхтар Әуезов сияқты жазушылар ерекше көрінді. Бірақ жай ғана еңбек етті деп айту жеткіліксіз. Нақты айтсақ, Сәкен Сейфуллин тар жол тайғақ кешу шығармасын революция мен азамат соғысы кезінің суреттеді. Бейбіт Майлин Раушан коммунист және Күлпаш сияқты шығармаларын ауыл өмірін және кедейлердің жағдайын, кеңес дәуіріндегі өзгерістерді жазды. Ілияс Жансүгіров поэзияда қазақ даласы, өнер, халық өмірі туралы жазды. Сәбит Мұқанов Су шаш поэмасын жазды. Мұхтар Әуезов Қорғансыз күні, Қараш оқиғасы сияқты шығармаларында қазақ қоғамындағы әділетсіздік пен әлеуметтік теңсіздікті көрсетті. Бұл кезеңдер социалистік әдебиеттің негізін қалыптасып, Сәкен Сейфуллин, Бейбіт Майлин, Ілияс Жансүгіров және Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқан, Ғабит Мүсірепов сияқты жазушылар кеңес қазақ прозасы мен поэзиясының өкілдері ретінде қалыптасты деп көрсетілген. Және 1926 жылы қазақ драма театрының ашылуы әдебиетке де әсер етті. Себебі драмалық шығармалар сахна қойыла бастады. Мысалы, Мұхтар Әуезовтың Еңлік Кебек поэмасы қазақ театр өңірінің дамуына ықпал етті. 1920 жылдардың соңында қарай әдебиетке қысым күшейді. Кеңес билігі жазушыларды партия саясатын қолдауды талап етті. Алаш зиялыларын ұлтшыл деп айыпталып, бұл қазақ әдебиетінің еркін дамуына кедергі болды. Қорытындылай айтқанда, 1920 жылдар қазақ әдебиетінің үшін әрі дамыды. Әдебиеті үшін әртүрлі дамыды, әрі қысым кезеңде болды. Бұл кезең нақты шығармалар
жазылды, жаңа жанрлар дамыды, театр ашылды, және бірақ әдебиет біртіндеп кеңестік бақылауға түсті. Төртінші сұраққа келейік. Шоқайдың Мұстафа Шоқайдың кеңестер билігіндегі Түркістан еңбегі. Мұстафа Шоқай қазақ Түркістан халықтарының тәуелсіздігі үшін күрескен ірі саяси тұлға. Ол Түркістан халықтары өз тағдырын өзі шешу керек деп санады. Оның мақсаты тек қазақ халқы емес, бүкіл Түркістан халықтарының бірлігі болды. 1917 жылы Қоқан автономиясы құрылған кезде Мұстафа Шоқай оның жетекшілерінің бірі болды. Бұл автономия Түркістан халықтарының өзі басқару мақсат етті. Бірақ бұл большевиктер Қоқан автономиясын күшпен таратты. Осыдан кейін Мұстафа Шоқай шетелге кетуге мәжбүр болды. Кейін Францияға қоныс аударды. Парижде «Дни» және «Последние новости» газеттерін Түркістандағы саяси жағдай туралы мақалалар жазды. 1929-1939 жылы Аяш Түркістан журналын шығарды. Бұл журналдың 117 нөмірі жарық көрді. Онда Мұстафа Шоқай кеңестік Түркістандағы жағдайлары және әлемдегі саяси оқиғаларды талдады. Оның кеңестер билігінің Түркістан еңбегінде негізгі ой кеңес билігінің Түркістандағы саясатты шынайы еркіндік бермеді. Большевиктер ұлттарға өзін билеу құқығын береміз деді, бірақ іс жүзінде Түркістандағы негізгі билік Мәскеудің қолында болды. Жергілікті халықтың пікірі толық ескерілмеді. Мұстафа Шоқай кеңес билігінің отарлық саясатының жаңа түрі деп санады. Оның ойынша патша үкіметі кезінде Түркістан ашық түрде отар болса, кеңес дәуірінде отарлық саясат, социализм, тап күресі және кеңес билігі деген ұрандармен жалғасты. Ол тағы бір нақты нәрсені айтты. Кең билігі ұлт мүддесін таптық мүддені жоғары қойды. Яғни халық бай мен кедейге бөліп ұлттық бірлікті әлсіретті. Мұстафа Шоқай үшін ең маңызды идея Түркістан халықтарының бірлігі еді. Ол қазақ, өзбек, қырғыз, түркімен және басқа халықтар бірігіп қана өз еркіндігін қорғай алады деп ойлады. Қорытындылай айтқанда, кеңестер билігіндегі Түркістан еңбегі кеңес билігінің ұлттық саясатындағы қайшылықтар көрсетті. Мұстафа Шоқай бұл еңбек арқылы Түркістан халықтарының тәуелсіздік бір бөлігін және саяси еркіндігін қорғады. Келесі 12-ші тақырыпқа өтейік. 1930-1940 жылдары аралығындағы Қазақстанның әлеуметтік экономикалық жағдайы. Бірінші сұрақ: Қазақ АКСР-індегі индустрияландыру саясаты және оның қайшылықтары. 1930 жылдары Қазақстанда индустрияландыру саясаты жүргізілді. Индустрияландыру дегеніміз елді завод, фабрика, шахта, теміржол сияқты өндіріс орындарын көбейту. Кеңес үкіметінен Қазақстанда ауыр өнеркәсіп пен шикізат өндіретін аймаққа айналдырғысы келді. Бұл кезеңде Қазақстанда Қарағанды көмір бассейні, Шымкент қорғасын зауыты, Балқаш мыс қорыту зауыты және Ақтөбе химия комбинаты сияқты ірі өндіріс орындары дамыды. Кейін Текелі полиметалл комбинаты және Жезқазған мыс қорыту комбинаты және Өскемен қорғасын мырыш зауыты сияқты кәсіпорындар салына бастады. Индустрияландыру бөлігіндегі қаржының көп бөлігі ауыр өнеркәсіпке жұмсалды. Индустрияландырудың тағы бір маңызды нысаны Түркістан Сібір, немесе қысқаша айтқанда Түркі Сібір болды.
ол Қазақстанды Сібірмен және Орта Азиямен байланыстыру үшін салынды. Бұл темір жол Қазақстан экономикасы үшін маңызды болды, себебі шикізат пен өнімдері тасымалдауға мүмкіндік берді. Бірақ индустрияландырудың үлкен қайшылықтары болды. Біріншіден, Қазақстан өнеркәсіп көбіне жергілікті халықтың мүддесін үшін емес, бүкіл кеңес одағына шикізат беру үшін дамытылды. Ол түсінікті. Яғни Қазақстан көмір, мыс, қорғасын, мұнай сияқты байлықтар өндіретін аймаққа айналды, бірақ дайын өнім шығаратын зауыттар аз болды. Мысалға, кеңес үкіметі Қазақстанның негізінен шикізат көзі ретінде пайдаланғаны айтылады. Екіншіден, индустрияландыру кезінде қазақ халқының дәстүрлі шаруашылығы ескерілмеді. Қазақтардың негізгі кәсібі мал шаруашылығы еді, ал кеңес билігі басты назарды өнеркәсіпке аударды. Соның салдарынан ауыл шаруашылығы әлсіреді. Бұл саясатты сол кезде Смағұл Сәдуақасов сияқты қайраткерлер қарсы пікір айтты. Ол Қазақстанды өнеркәсіп салу керек, бірақ ол тек шикізат тасып әкету үшін емес, жергілікті халықтың дамуына қызмет ету керек деді. Ол өнеркәсіптер шикізат көздерін жақын салып, Қазақстанның өз ішінде дамыту керек деп санады. Қорытынды айтқанда, индустрияландыру Қазақстанда өндірісті дамытты, жаңа зауыттар мен темір жолдар салынды. Бірақ оның басты қайшылығы Қазақстан толыққанды өнеркәсіп республикаға емес, кеңес одағының шикізат базасына айналды. Енді екінші сұраққа өтейік. Ауыл шаруашылығы жаппай ұжымдастыру және оның зардаптары. 1930 жылдарда ең ауыр саясаттың бірі ауыл шаруашылығы жаппай ұжымдастыру болды. Ұжымдастыру дегеніміз жеке шаруаларды малын, жерін, құралын тартып алып, бәрін ортақ колхозға біріктіру. Кеңес билігін бұл саясат арқылы ауылды социалистік жолмен өзгертеміз деді. Қазақстанда ұжымдастыру өте қатал жүргізілді. Қазақ халқының негізгі шаруашылығы көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығы болатын. Бірақ кеңес билігі осы ерекшелікті есепке алмады. Олар мал ортақ меншікке алынды. Адамдарды күштеп отаршыландырды. Байлар мен ауқатты шаруаларды тап жауы деп айыпталды. 1928 жылы байларды тәркілеп бастады. Байлардың малы мен мүлкі тартылып алынды. Өздері жер аударылды. Кейін 1930 жылы 1 ақпанда КСРО, ОАК мен ХКК культтармен күрес туралы қаулы қабылданды. Осыдан кейін бай кулактарды тап ретінде жою саясаты күшейді. Біреулер түрмеге жабылды, біреулер жер аударылды, мал мүлкі тәркіленді. Ұжымдастырудың ең үлкен зардабы мал шаруашылығының күйреуі болды. Мал күштеп колхозға жиналды, бірақ оны бағып күту дұрыс ұйымдастырылмады. Малдың көп бөлігі ет салығын орындауға алынды. Мысалға айтсақ, дерек бойынша Ораз Исаев 1929 жылы Қазақстанда 40 миллион бас мал болған, ал 1933 жылы содан 4 миллион ғана мал қалған мойындаған. Бұл малдың 10 есеге жуық азайғанын көрсетеді. Халық бұл саясатқа қарсы болды. 1929-31 жылдары Қазақстанның әр жерінде көтерілістер болды. Мысалы, Созақ, Батпаққара, Адай, Ырғыз, Қарақұм сияқты аймақтарда халық қарсылық көрсетті. Бірақ бұл көтерілістер күшпен басылды.
қорытынды айтқанда, ұжымдастыру қазақ ауылын толық өзгертті, бірақ бұл өзгеріс халыққа ауыр тиді. Дәстүрлі мал шаруашылығы бұзылды. Байлар ғана емес, қарапайым шаруалар да зардап шекті. Ең ауыр нәтижесі 1932-33 жылдағы аштық алып келді. Енді үшінші сұраққа өтейік. 1932-1933 жылдардағы жаппай аштық және куәгерлер естеліктері. 1932 жылы 33 және 1933 жылдарындағы аштық қазақ тарихындағы ең ауыр трагедиялардың бірі. Бұл аштықтағы табиғи апаттан емес, негізінен кеңес билігінің қате саясатының нәтижесінде болды. Күштеп ұжымдастыру, малды тартып алу және ет және астық салығы көшпелі халықты күштеп отырықшыландыру халықты күнкөріс көзіне айырды. Қазақтар үшін мал тек байлық емес, негізі тамақ, көлік, киім, өмір сүру құралы еді. Мал жойылғаннан кейін халықты ет сүт те көшуге мүмкіндік те қалмады. 1929 жылы 40 миллион мал болса, 1933 жылы айтып өткендей 4 миллионға ғана қалды. Бұл аштықтың басты себептерінің бірі болды. Куәгерлер естеліктерінде бұл жылдар өте ауыр суреттелді. Адамдар ауыл болып қырылған. Кей жерлерде өлген адамдарды көмуге де мүмкіндік болмаған. Жол бойында аштан өлген адамдар жатқан. Балалар жетім қалған. Отбасылар бөлініп кеткен. Адамдар аман қалу үшін шөптің тамырын, тері, сүйек, өлексені қайнатып жеуге мәжбүр болған. Және айтқанда, аштық жайлаған аудандардың халықтың баудай түсіп қырылғаны, өлгендері жинап көмуге мүмкіндік болмаған, тіпті адам етін жеу фактілері де кездескенін айтуға болады. Аштықтан аман қалу үшін көптеген қазақтар туған жерін тастап кетуге мәжбүр болды. Бір бөлігі Қытайға, Моңғолияға және Өзбекстанға, Қырғызстанға, Ресейдің көрші аймақтарына босып кетті. Бірақ жолда көп адам аштықтан, аурудан, суықтан қайтыс болды. Бұл аштық қазақ халқының демографиясына өте ауыр соққы болды. Халық саны азайды, көптеген ауылдар бос қалды, мал шаруашылығы күйреді. Ең өкініштісі, бұл апаттың алдында алуға болатын еді. Бірақ отарлық билік пен өлкелік басшылық ұзақ уақыт бойы өз қателігін мойындамады. Қорытынды айтқанда, 1932-1933 жылдарындағы аштық ұжымдастыру мен отырықшыландырудың ең ауыр зардабы. Бұл оқиға қазақ халқының жадында үлкен қасірет болып қалды. Келесі енді 4-ші сұраққа кетейік. Аштық жылдары қазақ зиялыларының іс-әрекеті аштық жылдары қазақ зиялыларының үнсіз қалған жоқ. Біріншіден, олар халықтың қырылып жатқанын көріп, жоғары билікке хат жазды. Аштықтың себептерін айтты. Голощекиннің саясатын сынады. Бірақ олардың әрекеті кеңес билігі ұнамады. Кейін көбісі қуғын сүргінге ұшырады. Ең белгілі әрекеттердің бірі 1932 жылғы Бесудің хаты. Бұл хатты Ғабит Мүсірепов, Мансұр Ғатауллин және Мұташ Дәулетқалиев және Емберген Алтынбеков және Қадыр Қуанышев жазды. Олар хатты Қазақстан өлкелік партиясы комитетінің басшысы Филипп Голощекинге жолдады. Хатта ауылдағы аштық, малдың жойылуы, халықтың ауыр жағдайы нақты айтылды. Олар ұжымдастырудағы астыра сілтеулерді тоқтатуды,
талап етті. Және Мансур Ғатауллиннің 1932 жылы Сталинге жазған бесеудің хаты авторларының бірі болғаны көрсетіледі. Тағы бір маңызды тұлға Тұрар Рысқұлов. Ол Мәскеуде жоғары қызметте жүрсе де Қазақстандағы аштық туралы Сталинге хат жазды. Рысқұлов хатында қазақтардың аштан қырылып жатқанын және босқындардың көбейгенін, бұл жағдайда шұғыл көмек керек екенін айтты. Ол аштықты жасыруға емес, оны толыққанды тоқтатуға тырысты. Ораз Исаев та жоғары билікке хат жазған қайраткерлердің бірі болды. Файлда және конспекттерде аштық байланысты жоғары партия мен үкімет басшыларының жазылған хаттарының қатарында Ораз Исаевтың хаты және бесеудің хаты аталады. Көптеген деректерде аталады. 1932 жылы 17 қыркүйекте ауыл шаруашылығы туралы қаулы қабылданды. Онда кейбір түзету шаралары айтылды. Жеке шаруашылыққа аздаған мал ұстауға рұқсат берілді. Кейбір фермалар таратылды. Малдың бір бөлігі шаруаларға берілді. Бірақ бұл қаулы Голощекин саясатын ашық айыптамады және аштық туралы нақты айтпады. Қорытынды айтқанда, қазақ зиялыларына аштық кезінде халықтың жағдайын айтуға тырысты. Олар хат жазды, нақты деректер келтірді және саясатты өзгертуге шақырды. Бірақ тоталитарлық жүйеде мұндай шындықты айту қауіпті болды. Кейін бесеудің хаты авторының бірі Мансур Атауллин сияқты қайраткерлер қуғынға ұшырады. Сондықтан қазақ зиялыларындағы бұл әрекет халық үшін жасалған батыл қадам болды. Келесі тақырып. Он үшінші тақырып. Қазақстан ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдар. Бірінші сұраққа өтейік. Қазақстан ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі өндірістік мәдени дамуы 1941-45 жылдар арасында. Қазақстан ұлы отан соғысы жылдарында майданға да, тылға да үлкен үлес қосты. 1941 жылы 22 маусымда Германия Кеңес одағының шабуыл жасады. Осы кезден бастап Қазақстанда бүкіл КСРО сияқты соғыс жағдайына көшті. Қазақстанның жүздеген мың адам майданға аттанды. Олардың ішінде Бауыржан Момышұлы, Мәлік Абдуллин, Талғат Бигелдинов, Алия Молдағұлова және Мәншүк Мәметова және Рахымжан Қошқарбаев сияқты батырлар ерекше көзге түсті. Қазақстанда бірнеше әскери бөлім құрылды. Соның ең белгісі Алматыда құрылған 316 атқыштар дивизиясы. Бұл дивизияның генерал Иван Панфилов басқарды. Мәскеу түбіндегі шайқаста осы дивизия ерекше ерлік көрсетті. Бауыржан Момышұлы осы дивизия құрамында батальон басқарды. Қазақстан тылда да маңызды рөл атқарды. Соғыс кезінде жау басып алған аймақтардан көптеген зауыт, фабрикалар және Қазақстанға көшірілді. Мысалы, 1941 жылы 28 қыркүйекте Ақмола Мелитополь станок зауыты көшіп келді. Петров атындағы мұнай жабдықтары зауыты, Гурьевке Пархоменко атындағы шахта жабдықтары зауыты Қарағандыға көшірілді.
тек Украинадан Қазақстанға 70-ке жуық завод, фабрика, электростанция және шеберхана көшірілген. Соғыс жылдарында Қазақстан Майданға қорғасын, мыс, көмір, мұнай берді. Мысалы, Қазақстан соғыс жылдары КСРО бойынша өндірілген қорғасынның 85%-ын, полиметалдың 70%-ын және висмуттың 50%-ын және вольфрамның 20%-ын өндірді. Мұнай өндіру де артты. Соғыс жылдары мұнай өндіру 3 есе көбейді. Соғыстан кейін Қазақстан экономикасы қайта қалпына келе бастады. Өнеркәсіп орындары жұмысын жалғастырды. Шахталар, зауыттар, темір жолдар дамыды. Бірақ соғыстан кейінгі жылдары саяси қысым да күшейді. Әсіресе ғылым мен мәдениет адамдары қолданылды. Мысалы, тарихшы Ермұхан Бекмахановтың Қазақстан 19 ғасырдың 20-40 жылдарында деген еңбегі сынға алынып, өзі ұлтшыл деп айыпталды. 1952 жылы Сәбит Мұқановтың Балуан Шолақ және Қасым Аманжолов пен Хамза Бекхожиннің батырлық эпосы және Қалихан Сатыбалдиннің Әлия және Мәриям Хакімжанованың Мәншүк сияқты еңбектері басылымнан алынды. Қорытындылай айтқанда, 1941-1955 жылдары Қазақстан бір жағынан Майданға үлкен көмек берді, өнеркәсіп дамыды, зауыттар көбейді. Бірақ екінші жағынан соғыстан кейін мәдениет пен ғылымға идеологиялық қысым күшейді. Яғни бұл кезең Қазақстан үшін әрі ерлік, әрі ауыр саяси қысым кезең болды. Келесі екінші сұрақты өтейік. Хрущевтің жылымығы және тың игеру науқаны және тың игеру науқаны. 1953 жылы Сталин қайтыс болғаннан кейін Кеңес одағының саяси жағдайы біршама өзгерді. Бұл кезең тарихта Хрущев жылымығы деп аталады. Жылымық дегеніміз бұрынғы қатал сталиндік жүйенің сәл жұмсаруы. 1956 жылы КОКП-ның 20-шы съезінде Хрущев Сталиннің жеке басқа табуын сынады. Осыдан кейін кейбір жазықсыз сотталған адамдар ақтала бастады. Қазақстанда бұл өзгерістер байқалды. 1953-1956 жылдары партия қатарына шығарылған 5456 адам ақталды. Ұлы отан соғыс жылдары жау басын алған жерде қалған үшін жазаланған 243 коммунист ақталды. 1954 жылы Ермұхан Бекмаханов және Қаныш Сәтбаев және Мұхтар Әуезов елге оралды. Бұл мәдениет пен ғылым үшін маңызды оқиға болды. Бірақ Хрущев кезеңінің ең үлкен науқандарының бірі тың және тыңайған жерлерді игеру болды. Бұл науқан 1954 жылы басталды. Оның мақсаты Қазақстанның солтүстік облыстарындағы бос жатқан жерлерді жыртып, астық өндіруді көбейту еді. Тың игеру кезінде Қазақстан басқа республикалардың көп адам көшіп келді. Мысалы, дерек бойынша алғашқы кезеңде республикаға 640 мың адам әкелінді, 18 миллион гектардың жер игерілді. Ал 1956 жылы Қазақстан алғаш рет 1 миллиард пұт астық жинап, Ленин орденімен марапатталды. Бірақ тың игерудің қайшылықтары көп болды. Біріншіден, жер
асығыс жыртылды, табиғат ерекшелігі толық ескерілмеді. Соның салдарынан топырақ эрозиясы күшейді. Екіншіден, Қазақстанда сырттан көп халықтың келуі демографиялық жағдайды өзгертті. Қазақ тілін, қазақ мемлекеттерінің жағдайы әлсіреді. Үшіншіден, мал шаруашылығының қолайлы жерлер де жыртылып кетті. Осы кезеңде Жұмабек Тәшеновтің қызметі ерекше болды. Ол 1955-1960 жылдары Қазақ КСР жоғарғы кеңесі төралқасының төрағасы және 1960-1961 жылдары Қазақ КСР министрлер кеңесінің төрағасы болды. Ол Қазақстан жерінің тұтастығын қорғаған қайраткер ретінде белгілі. Мысалы, 1955 жылы Бостандық ауданын Өзбекстанға беру мәселесі көтерілгенде Тәшенов басқарған комиссия бұл ұсынысқа қарсы болды. Кейін Хрущев Бостандық ауданын бәрібір Өзбекстанға бергенімен Тәшенов бұл мәселеде қазақ жерін қорғауға тырысты. Тағы бір маңызды оқиға Хрущевтің тың өлкесін Қазақстан құрамына шығарып Ресейге қосу туралы ойы. Жұмабек Тәшенов бұған ашық қарсы шықты. Ол Қазақстан жерін бөлуге болмайтынын айтты. Қажет болса халықаралық заңды мекемелерге дейін шағымданатынын мәлімдеді. Осы қарсылықтан кейін Хрущев алғашқы ойынан қайтуға мәжбүр болды. Қорытынды айтқанда, Хрущев жылымығы кезінде біраз еркіндік пайда болды. Кейбір зиялылар ақталды. Тың игеру астық өндірісі көбейді. Бірақ оның табиғи, тілдік және демографиялық зардаптары болды. Ал Жұмабек Тәшенов осы кезеңде қазақ жерінің тұтастығын қорғап, батыл мемлекет қайраткері ретінде есте қалды. Келесі үшінші сұраққа өтейік. мың 1965-1999 жылдары Қазақстанның қоғамдық саяси өмірі. 1965 жылдары кейін Қазақстанда қоғамдық саяси өмір сырттай тұрақты болып көрінді. Бірақ шын мәнінде бұл кезең кеңестік әміршіл жүйе күшейіп тұрды. Барлық негізгі шешім коммунистік партия қабылданды. Республика формальды түрде одақтас республика болғанымен шынайы саяси дербестігі аз болды. 1965 жылы Кеңес одағының экономикалық реформасы басталды. Оны көбіне Косygин реформасы деп атайды. Реформаның мақсаты кәсіпорындарға көбірек еркіндік беру, өндірісті тиімді ету еді. Бірақ іс жүзінде бұл толық орындалмады. Мысалға айтқанда, қабылданған қаулылар кәсіпорындар мен совхоздарға нақты еркіндік берілмеді. Керісінше олар партия ұйымдарына тәуелді болып қалды. Нәтижесінде Қазақстан экономикасының қуаты өскенімен орталыққа тәуелділігі күшейді. 1970-1980 жылдары бұл жағдай тоқырау кезеңі деп аталады. Бұл кезде Дінмұхамед Қонаев ұзақ уақыт Қазақстан компартиясының басқарды. Қонаев кезінде Қазақстанда өнеркәсіп, қала құрылысы, жол, энергетика және ауыл шаруашылығы дамыды. Бірақ саяси жүйе өзгермеді. Барлық жерде партиялық бақылау сақталды. Ал адамдардың еркін пікір айтуына мүмкіндік аз болды. Ұлт мәселесінде де қайшылықтар күшейді. Қазақ тілі тұрмыстық деңгейде ғана қалып, мемлекеттік басқаруда, жоғары оқу орындарында және әскери және ресми салада өз
өз қолдан әскер және өз қолданылды. Ресми аз қол понятно, аз қолданылды. Файлдағы деректер бойынша Қазақстанның 60% орыс тілін меңгерсе, орыстардың 1%-дан азғана қазақ тілін білген. Кітаптардың 95% орыс тілінде басылды. Телехабарлардың 70% орыс тілінде берілді. Бұл қазақ тілінің жағдайын нашарлатты. 1985 жылы Горбачев қайта құру саясатын бастады. Бұл кезде қоғамда бұрын айтуға болмайтын мәселе ашық айтыла бастады. Бірақ Қазақстанда 1986 жылы желтоқсан оқиғасы үлкен тарихи оқиға болды. 1986 жылы желтоқсанда Қонаев қызметін алынып, оның орнына Қазақстанда бұрын басқармаған Колбин қойылды. Бұған қазақ жастары наразылық білдіріп, Алматыдағы алаңға шықты. Желтоқсан көтерілісі бейбіт саяси наразылық болды, бірақ билік оны ұлтшылдық деп бағалап күшпен басты. Мысалға айтқанда, желтоқсан оқиғасынан кейін 99 адам сотталғаны және 264 адам жоғары оқу орындарынан және 758 адам Комсомолдан шығарылған. 52 адам КОКП қатарынан жазылған. 1989-1990 жылдары қоғамдық қозғалыстар пайда бола бастады. 1990 жылы Азат азаматтық қозғалысы құрылды. Оның мақсаты Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігін, азаматтардың тең құқықтығын және әлеуметтік әділеттікті қорғау болды. Сонымен қатар Алаш және желтоқсан сияқты қозғалыстар пайда болды. Бұл Қазақстанда көп партиялық жүйенің қалыптаса бастағанын көрсетті. Қорытындылай айтқанда, 1965-1990 жылдары Қазақстанда экономика дамығанымен саяси еркіндік шектеулі болды. Ұлт мәселесі шешілмеді. Қазақ тілінің жағдайы ауырлады. Ал желтоқсан оқиғасы кеңестік жүйеге қарсы алғаш ашық ұлттық саяси қарсылықтардың бірі болды. Келесі айтатын кезек 4-ші сұраққа өтейік. 1970 және 1980 жылдардағы Қазақстан мәдениеті. 1970 және 80 жылдары Қазақстан мәдениеті бір жағынан дамыды, екінші жағынан кеңестік идеологияның бақылауында болды. Бұл уақытта әдебиет, кино, театр, музыка және ғылым саласында белгілі тұлғалар шықты. Бірақ мәдениет толық еркін болған жоқ. Партиялық бақылау сақталды. Әдебиетте Әбіш Кекілбаев, Мұхтар Мағауин, Ілияс Есенберлин және Олжас Сүлейменов және Қадыр Мырза Әли және Мұқағали Мақатаев және Тұманбай Молдағалиев сияқты қаламгерлердің шығармалары оқылды. Мысалы, Ілияс Есенберлиннің Көшпенділер трилогиясы қазақ хандығының тарихын көркем түрде жазып, халықтың тарихи санасын көтерді. Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері адам сезімі, туған жер, өмір туралы терең ойлармен халыққа жаққан болды. Олжас Сүлейменовтің аз ия еңбегі түркі және славян мәдени байланыстары туралы жаңа пікір айтып, үлкен дау тудырды. Кино саласында да Қазақфильм киностудиясы жұмыс істеді. 1970-80 жылдары қазақ киносы халыққа жақын тарихи және әлеуметтік тақырыптарды көтерді. Мысалы, Қыз жібек фильм ұлттық өнер мен дәстүрді көрсетті.
Шәкен Айманов және Сұлтан Қалжықов сияқты режиссерлар қазақ киносының дамуына үлес қосты. Музыка мен өнерде Нұрғиса Тілендиев, Бибігүл Төленгенова, Ермек Серкебаев, Роза Рымбаева сияқты өнер адамдары танылды. Нұрғиса Тілендиевтің отырар сазы оркестрін құрып, ұлттық аспаптық музыканы жаңа деңгейге көтерді. Роза Рымбаев эстрадалы танымал болып, қазақ ән өнерін кең көлемде танытты. Бірақ осы жетістіктермен қатар үлкен мәселе болды. Қазақ тілінің қолданылу аясы тарылды. Мысалға, кітаптардың 95% орыс тілінде басылған, және теледидар хабарлары және айтып өткендей 70% орыс тілінде шыққан айтылады. Қазақ тілі көбіне тұрмыстық деңгейде ғана қолданылды. Бұл мәдениеттің ұлттық сипатына әсер етті. Мектеп саласында да мәселе болды. 1950-1970 жылдары аралығында қазақ мектептерінің саны 3891-ден 2577-ге дейін азайып, орыс тіліндегі мектептер саны көбейді. Бұл 1970-1980 жылдардағы тілдік жағдайға да әсер етті. Қазақша жастарының бір бөлігі ана тілінен алыстай бастады. Қорытындылай айтайық енді, 1970-80 жылдары қазақ мәдениеті, әдебиет, кино, музыка жағынан дамыды, бірақ бұл даму кеңестік идеология мен орыстандыру саясатының қысымымен жүрді. Сондықтан бұл кезең мәдениет жетістік көп болғанымен ұлттық тіл мен ұлттық сананың шектелген кезеңі болды. Келесі 14-ші тақырыпқа өтейік. Бұл жаңа тақырыптың аты Қазақстан мемлекетінің жаңғыруы. Бірінші сұраққа жауап берейік. Қазақстан КСРО-ның ыдырауы және Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің жариялануы. 1990 жылдары басында Кеңес одағында саяси және экономикалық дағдарыс күшейді. Одақ құрамында республикалар өз тәуелсіздігін жариялай бастады. Қазақстанда осы тарихи өзгерістер тыс қалған жоқ. 1991 жылы Қазақстанда маңызды оқиғалар болды. 1991 жылы желтоқсанда Қазақ КСР президентінің сайлауы өтті. Бұл сайлауда Нұрсұлтан Назарбаев 98 және 78% дауыс алып, республика президенті болып сайланды. Және 1991 жылы 10 желтоқсанда Қазақ КСР атауы өзгеріп, ресми түрде Қазақстан Республикасы деп аталды. Ал 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заң қабылданды. Осы заң бойынша Қазақстан тәуелсіз мемлекет болып жарияланды. Бұл заңның маңызы өте үлкен болды. Онда Қазақстан өз жеріне, табиғи байлығына, ішкі және сыртқы саясатына өзі иелік етеді деп көрсетілді. Сонымен қатар Қазақстан басқа мемлекеттермен халықаралық құқық бойынша байланыс жасай алатын дербес ел болды. Яғни, осы күннен бастап Қазақстан әлем картасында тәуелсіз мемлекет ретінде пайда болды. Тәуелсіздіктен кейін мемлекет құру жұмыстары басталды. 1992 жылы 2 наурызда Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымына мүше болды. 1992 жылының 4 маусымда Қазақстанның мемлекеттік рәміздері туы, елтаңбасы және әнұраны қабылданды. Және 1993 жылы 28 қаңтарда Қазақстанның алғашқы конституциясы қабылданды. 1993 жылы 15 қарашада ұлттық валюта теңге енгізілді.
менің осы соңғы қорытындылай келіп, менің ойымша Қазақстан тәуелсіздігін жариялауы қазақ мемлекеттілігінің жаңғыруының ең басты оқиға. Себебі бұған дейін Қазақстан КСР құрамында болды, ал 1991 жылы бастап өз алдына жеке мемлекет ретінде дамуға мүмкіндік алды, үлкен мүмкіндік алды. Келесі сұраққа өтейік. Екінші сұрақ: нарықтық қатынастарды қалыптастыру және реформаларын және шетелдік инвестицияны тарту. Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстанның алдында ең қиын міндеттердің бірі жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшу болды. Кеңес дәуірінде барлық завод, фабрика, жер өндірісі мемлекет қарамағында болды. Ал нарықтық экономикада жеке меншік, кәсіпкерлік, бәсеке және еркін баға жүйесі қалыптасуы керек еді. 1990 жылдары басында бұл өзгеріс өте ауыр өтті. Көптеген кәсіпорындар тоқтап қалды, жұмыссыздық көбейді, баға өсті. Мысалы, деректер бойынша халық тұтынатын тауарлар күрт азайып, 1991 жылмен салыстырғанда 21,5%-ға кеміді. 1994 жылы 1992 жылмен салыстырғанда өнеркәсіп өнімдері көлемі 39%-ға, халық тұтынатын тауарлар 41%-ға төмендеді. Нарыққа көшу үшін жекешелендіру жүргізілді. Жекешелендіру дегеніміз, ол кәдімгі бұрын мемлекетке тиесілі болған завод, кәсіпорын, дүкен, шаруалық нысандарын жеке адамдарға немесе жеке компанияларға беру. Кейін Қазақстан байлығының 80%-дан астамы жекешелендірілді. Республикада 500 мыңға жуық кәсіпкерлік субъектісі құрылып, онда 2 миллионнан астам адам жұмыс істеді. 1993 жылы 15 қарашада теңгенің енгізілуі нарықтық реформалар үшін маңызды қадам болды. Себебі өз ұлттық валютасы жоқ ел толық тәуелсіз экономикалық саяси жүргізе алмайды. Теңге енгізілгеннен кейін Қазақстан өз ақша несие сияқты жүргізе бастады. Шетелдік инвестиция тарту да маңызды болды. Қазақстан мұнай, газ, көмір, уран, түсті металл сияқты табиғи ресурстарға бай болғандықтан шетел компаниясы Қазақстан экономикасына қаржы сала бастады. Деректер бойынша 1992-1995 жылдары халықаралық қаржы институттарының Қазақстанға бөлген қаржысы 2 миллиардта ақш доллары асты. Инвестиция берген елдердің ішінде ақш, Ұлыбритания, Италия, Канада, Нидерланды, Германия, Қытай және Жапония және Оңтүстік Корея болды. Қорытындылай айтқанда, нарықтық реформа халыққа бірден жеңіл болған жоқ. Керісінше, алғашқы жылдары баға өсті, өндіріс құлдырады, жұмыссыздық көбейді. Бірақ осы реформалардың арқылы Қазақстан жеке меншікке, кәсіпкерлікке және шетелдік инвестицияға негізделген жаңа экономика құра бастады. Келесі айтқанда, үшінші сұраққа көтейік. Тәуелсіздіктен кейінгі этнодемографиялық жағдай және қандастардың оралуы. Тәуелсіздіктен кейін Қазақстанның этнодемографиялық жағдайын үлкен өзгерістер болды. Кеңес дәуірінде Қазақстан көпұлтты республика айналды еді. Мұның себебі 20 ғасырдағы қоныс аудару және депортация тыңгеру және өнеркәсіптік көші-қон. Сондықтан тәуелсіздік алған кезде Қазақстанда қазақтармен бірге орыстар, украиндер, немістер, өзбектер, татарлар, ұйғырлар және тағы басқа халықтар өмір сүрді. 1990 жылдары Қазақстан халқының саны азайды. Оның басты себептері бірі көптеген орыс, украин, неміс және басқа ұлт өкілдері өз тарихи отандарына
көшуі болды. 1999 жылы халық санағы бойынша Қазақстан халқы 14 миллион 652,7 мың адам болды. Ал қазақтардың үлесі 53,4% жетті. Бұл қазақтардың өз еліндегі үлесі тәуелсіздік жылдарына өсе бастағанын көрсетті. Қазіргі кезеңде де Қазақстан көп ұлтты мемлекет болып отыр. Ресми дерек бойынша Қазақстан 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады. Соңғы деректерді Қазақстанда халықтың 70,4%-дан қазақтар, ал орыстар 15,5%, ал өзбектер 3,2%, украиндар 2%-ын құрайды. Тәуелсіздіктен кейін шетелдегі қазақтардың елге оралуы да мүмкіндік жасалды. 1992 жылы қыркүйек-қазан айларында Алматыда дүниежүзі қазақтарының тұңғыш құрылтайы өтті. Оған әлемнің 13 елінен келген қазақтар қатысты. Сол кезде Қазақстан жоғары кеңесінің 1992 жылы 26 маусымда қабылданған көшіп келу туралы заңы негізінде қандастардың елге оралуының жолы ашылғаны айтылды. 1993 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның дүниежүзілік қауымдастығының тұсаукесері өтті. Ол жылдары өзінде ақ Қазақстанның Моңғолиядан және Түркиядан, Ираннан және ТМД елдерінен 75 мың қазақ отбасы көшіп келді. Кейін 2002 жылы Түркістанда дүниежүзі қазақтарының екінші құрылтайы өтіп, көші-қон квотасын көбейту мәселесі қаралды. 2003 жылы 5 мың отбасы, 2004 жылы 10 мың және 2005 жылы 15 мың отбасы елге көшіп келгені айтылады. Қорытындылай айтқанда, тәуелсіздіктен кейін Қазақстан демографиялық құрамы өзгерді. Қазақтардың үлесі көбейді, ал шетелдегі қандастары тарихи отаны оралу мемлекеттік ұлттық жаңғыру саясатының маңызды бөлігі болды. Келесі 4-ші сұраққа өтейік. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатындағы белсенділігі және тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан сыртқы саясатқа белсенді мемлекет болуға тырысты. Себебі жаңа тәуелсіз ел үшін әлемдік қауымдастыққа танылу, басқа мемлекеттермен дипломатиялық байланыс орнату және қауіпсіздікті қамтамасыз ету өте маңызды болды. Қазақстан сыртқы саясаттағы басты мақсат ретінде әлем елдерімен байланыс орнатуды, ел қауіпсіздігін қорғауды және бейбітшілікті сақтауды таңдады. Деректер бойынша сыртқы саясаттағы негізгі міндеттер бүкіл дүние жүзінің елдерімен байланыстарды дамыту болды. Өркениетпен мемлекеттер қатарына қосылу, ел қауіпсіздігін қорғау және ядролық соғысты болдырмау деп көрсетілген. Және 1992 жылы 2 наурызда Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымына мүше болды. Бұл Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде халықаралық деңгейде мойындалғанын көрсетеді. 1992 жылы Қазақстан ЮНЕСКО құрамына кірді. 1994 жылы НАТОның бейбітшілік үшін серіктестік бағдарламасы қосылды. Қазақстан сыртқы саясатта ядролық қарусыздану бағытымен танылды. Кеңес одағы тарағаннан кейін Қазақстан аумағында әлемдегі ірі ядролық арсеналдардың бірі қалды. Бірақ Қазақстан ядролық қарудың бас тарту жолын таңдады. 1994 жылы Қазақстан ядролық қару жоқ ел ретінде ядролық қарудың таратпау туралы шартқа қосылды. Ал 1995 жылы Қазақстан аумағында ядролық қарудың соңғысы шығарылды. Қазақстан көп векторлы сыртқы саяси жүргізді. Яғни тек бір елмен ғана емес, Ресеймен, Қытаймен, ақш-пен, Еуропа елдерімен, Түркиямен және Орталық Азия мемлекеттерімен байланыс орнатты. Сонымен қатар Қазақстан ТМД
Шанхай ынтымақтастық ұйымы және Еуразиялық экономикалық одақ, Ислам ынтымақтастық ұйымы және Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесі сияқты ұйымдармен жұмыс істеді. Қорытындылай айтқанда, Қазақстан тәуелсіздіктен кейін сыртқы саясатты өзін бейбіт, ашық және көп векторлы мемлекет ретінде көрсетті. Біріккен ұлттар ұйымына кіру, ядролық қарудан бас тарту, халықаралық ұйымдарға мүше болу және шетелдермен экономикалық байланыс орнату Қазақстанның әлеуметтік аренада беделін көтерді. Енді біздің жаңа тақырыбымызға бастайық. 15-ші біздің тақырыбымыз жаңа Қазақстанда қалыптастыруға бағытталған әлеуметтік саяси реформалар. Жаңа тақырып. Бірінші сұраққа өтейік. Тарихи сананы қалыптастыру және рухани жаңғыруға бағытталған мемлекеттік бағдарламалар тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан үшін ең маңызды мәселелердің бірі халықтың тарихи санасын жаңғырту болды. Себебі кеңес дәуірінде қазақ тарихының көп бөлігі бұрмаланып, немесе толық айтылмай келді. Сондықтан тәуелсіз Қазақстан өз тарихын қайта зерттеу, ұлттық құндылықтарын жаңғыртуға көңіл бөлді. Бұл бағыттағы алғашқы маңызды қадамдардың бірі 1995 жылы қабылданған Қазақстан Республикасындағы тарихи сананы қалыптастыру тұжырымдамасы болды. Бұл құжатта Қазақстан тарихи жаңаша көзқараспен зерттеу, тарихи білімнің негізгі принциптерін анықтау және ұлттық тарихта халыққа дұрыс жеткізу міндеттерін қойылды. 1998 жыл халық бірлігі мен ұлттық тарих жылы деп жарияланды. Бұл да мемлекеттік тарихқа ерекше мән бере бастаған көрсетті. Кейін 2004 жылы мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламаның мақсаты Қазақстанның тарихи және мәдени мұрасын сақтау, зерттеу және қалпына келтіру және халықаралық танытуға болды. Мысалы, тарихи ескерткіштерді жөндеу және көне қолжазбаларды іздеу, шетел архивтерінен Қазақстан тарихына қатысты құжаттарды жинау сияқты жұмыстар жүргізілді. Ресми құжатты бағдарлама рухани және білім беру саласын дамыту және мәдени мұраны сақтау және тиімді пайдалану үшін қабылданғаны көрсетілген. 2017 жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы жарияланды. Бұл мақалада ұлттық сананы жаңғырту, білімге ұмтылу, прагматизм және ұлттық бірегейлік сақтау, әлемге ашық болу сияқты бағыттар айтылды. Оның ішінде туған жер, Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы және 100 жаңа есім және жаңа гуманитарлық білім, қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық сияқты жобалар ерекше аталды. 2018 жылы Ұлы даланың 7 қыры мақаласы жарияланды. Оның қазақ даласының өркениеттік орны, атқа міну мәдениеті және ежелгі металлургия, аң стилі және алтын адам түркі әлемінің бесігі сияқты тақырыптар көтерілді. Осы мақала аясында архив 2025 жобасы ұсынылды. Оның мақсаты Қазақстан тарихында қатысты отандық және шетелдік архивтерді, құжаттарды жинау, зерттеу және цифрландыру. Менің ойымша, бұл бағдарламалардың бәрінің ортақ мақсаты халықтың тарихи жадын күшейту. Яғни, қазақ халқы өз тарихын тек мектеп кітабынан ғана емес, мәдениет, әдебиет, архив ескерткіштері арқылы да тануы керек. Бірақ бұл жерде бір мәселе бар. Бағдарламалар көп болғанмен олардың нәтижесі халыққа түсінікті тілмен жеткізу кейде әлсіз болды. Сондықтан тарихи сананың қалыптасуы тек
бағдарлама қабылдаумен емес, оны жастарға дұрыс түсіндірумен де байланысты деп айтсақ болады. Келесі сұраққа өтсек. Саяси, экономикалық және әлеуметтік өмірдегі қайшылықтар. Жаңа Қазақстанды қалыптастырудағы бағытталған реформалардың қоғамдағы қайшылықтары шешу қажеттілігінен туды. Себебі тәуелсіздік жылдарында Қазақстанда үлкен жетістіктер болды. Бірақ сонымен бірге шешілмеген мәселелер де жиналды. Саяси өмірдегі басты қайшылықтардың бірі биліктің ұзақ уақыт бір орталыққа шоғырлануы болды. Яғни парламент, партиялар, жергілікті басқару жүйесі толық дербес жұмыс істей алмады. Қоғамда әділ сайлау, ашық билік, халықтың шешім қабылдауға қатысуы туралы сұраныс күшейді. Осы себепті Тоқаев халық үніне құлақ асатын мемлекет идеясы ұсынды. 2019 жылы алғашқы жолдауында ол сындарлы қоғамдық диалог мен Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізгі деген бағытты көтерді. Экономикалық қайшылықтардың бірі байлықтың әділ бөлінбеуі. Қазақ табиғи ресурсқа бай ел болғанымен халықтың бәрі бірдей жақсы өмір сүрді деп айту қиын. Аймақтар арасында айырмашылық болды. Бір жерде жұмыс бар, бір жерде жұмыс аз, бір жерде инфрақұрылым жақсы, бір жерде жол, су, мектеп мәселесі шешілмеген. 2024 жылы жолдауында Тоқаев әлеуметтік қолдануды нақты мұқтаж адамдарға бағыттау керек екенін айтты. Сол жолдауда ұлттық қор балаларға жобасы бойынша 7 миллион баланың есеп шотына ұлттық қор табысынан 300 миллиард теңгеден астам қаражат аударылғаны айтылды. Әлеуметтік қайшылықтар 2022 жылы қаңтар оқиғасының кезінде ерекше көрінді. Наразылық алдымен сұйытылған газ бағытынан өсуінен басталды, бірақ кейін ол әлеуметтік әділетсіздік, табыс теңсіздігі, билікке сенім мәселелерімен байланысты кетті. Осы оқиғадан кейін елде саяси реформаларды жеделдету қажеттілігі анық байқалды. 2022 жылы 5 маусымда Қазақстан Конституциясында өзгерістер енгізу бойынша республикалық референдумдар өтті. Референдумдағы қатысу құқығы бар азаматтардың жалпы саны 11 миллион 734 мың 642 адам болды. Ал дауыс берген 7 миллионнан астам азамат қатысты. Бұл референдумда жаңа Қазақстан идеясы заңдық тұрғыдан бекітуге бағытталды. Қорытындыда айтқанда, жаңа Қазақстан реформалары қоғамдық нақты мәселелерге жауап беруде пайда болды. Бірақ қайшылықтар әлі де бар. Халық табысы, жемқорлық, әлеуметтік теңсіздік және ауыл мен қала арасындағы айырмашылық, жастардың болашағы сияқты мәселелер толық шешілді деп айту қиын. Сондықтан реформалардың басты мақсаты тек заң өзгерту емес, халықты өміріне нақты өзгеріс жасау. Келесі үшінші сұрақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Қазақстанның халқына арналған жолдаулары. Қасым-Жомарт Тоқаевтың жолдаулары жаңа Қазақстан реформаларының негізін бағыттарын көрсетті. Әр жолдауда саяси, экономикалық және әлеуметтік мәселелер бойынша нақты ұсыныстар айтылды. 2019 жылы 2 қыркүйекте алғашқы жолдауда сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі деп аталды. Бұл жолдауда халық үніне құлақ асатын мемлекет идеясы көтерілді. Яғни мемлекет халықты талабын тыңдау, азаматтардың пікірін назар аударуды керек деген ой айтылды.
2020 жылы 1 қыркүйектегі жолдауында жаңа жағдайдағы Қазақстан іс-қимыл кезеңі деп аталды. Бұл жолдау пандемияның кейінгі қиын жағдайда жасалды. Онда денсаулық сақтау, білім, шағын бизнес, мемлекеттік басқару, экономиканы жаңа жағдайда бейімдеу мәселесі айтылды. 2022 жылы 16 наурызда жолдау бойынша жаңа Қазақстан жаңару мен жаңғыру жолы деп айтылды. Бұл жолдау қаңтар оқиғасынан кейін жарияланды. Онда саяси жүйені жаңарту, президенті өкілеттігін мүмкіндігін шектеу, парламенттік рөлін күшейту және партиялық жүйені дамыту, сайлау жүйесін өзгерту сияқты реформалар ұсынылды. Ақордада бұл жолдауда ауқымды саяси реформалар мен әлеуметтік-экономикалық шаралар жарияланғаны көрсетілген. 2022 жылы 1 қыркүйектегі жолдауда әділетті мемлекет, біртұтас ұлт, берекелі қоғам деп аталды. Бұл жолдауда президенттік мерзімді 7 жылдық бір мерзіммен шектеу идеясы айтылды. Сонымен бірге ұлттық қордың табысының бір бөлігі балаларға беру, ауылды дамыту, білім мен денсаулық сақтау мәселелері көтерілді. 2020 жылы 1 қыркүйекте жолдауында әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары деп аталды. Бұл жолдауда экономикалық әр тараптан өңдеу, өнеркәсіп дамыту және кәсіпкерлердің қолдау, салық жүйесін өзгерту, инфрақұрылымды жақсарту сияқты мәселелері айтылды. 2024 жылы 2 қыркүйекте жолдау бойынша әділетті Қазақстан, заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм деп аталды. Бұл жолдауда заң үстемдігі, тәртіп, экономикалық өсім, әлеуметтік қолдаулардың әділ болуы, энергетикалық және инфрақұрылымдық мәселелері көтерілді. Және 2025 жылы 8 қыркүйекте жолдау бойынша жасанды интеллект және дәуіріндегі Қазақстан, өзекті мәселелер және оны түбегейлі цифрлық өзгерістер арқылы шешу деп аталды. Бұл жолдауда цифрландыру, жасанды интеллект, технологиялық даму және елдің бәсекеге қабілеттілігін мәселелері айтылды. Қорытынды айтқанда, Тоқаевтың жолдауларының негізгі идея біртіндеп анық көрінді. Алдымен халықпен диалог, кейін саяси жаңғыру, одан кейін әділетті экономика және заң мен тәртіп, соңында цифрлық даму. Яғни жаңа Қазақстан тек саяси ұран емес, бірнеше бағыттағы реформалар жүйесі ретінде көрсетілді. Соңғы тақырып өтейік. Тәуелсіздіктен кейінгі Қазақстанның мәдениеті мен өнері. Тәуелсіздіктен кейін Қазақстан мәдениеті жаңа кезеңге өтті. Кеңес дәуірінде мәдениет көбіне идеологияға бағынса, тәуелсіздік жылдары ұлттық тарихты, тілді, дінді, дәстүрді, өнерді қайта жаңғыртуға мүмкіндік тудырды. Әдебиеттің тәуелсіздік тақырыбы тарихи жазды, алаш мұрасы, ашаршылық және қуғын-сүргін, ұлттық болмыс сияқты тақырыптар көбірек жазыла бастады. Мысалы, Мұхтар Мағауин, Әбіш Кекілбаев, Оралхан Бөкей, Қабдеш Жұмаділов сияқты жазушылардың шығармалар ұлттық тарих пен адам тағдырын терең көрсетті. Кейінгі кезеңде Дулат Исабеков, Төлен Әбдіков, Смағұл Елубай сияқты қаламгерлер қоғам адам руханиятын тақырыптарын көтерді. Кино саласында да ұлттық тақырыптар көбейді. Мысалы, көшпенділер, жаужүрек мың бала, қазақ хандығы, Томирис сияқты фильмдер қазақ тарихын көркем түрде көрсетуде.
көрсетуге тырысты. Бұл фильмдер арқылы көрермендер сақтар, қазақ хандығы, жоңғар шапқыншылығы сияқты тарихи кезеңдерді кино арқылы қабылдай бастады. Қазақ киносының шетелдік фестивальдері шығуы да тәуелсіздік жылдарындағы мәдени дамуының бір белгісі болды. Мысалы, қазақ фильмдері көптеген халықаралық фестивальдерге қатысқаны туралы деректер бар. Музыка мен өнерде де өзгерістер болды. Дәстүрлі ән, күй, айтыс қайта жаңарды. Айтыс теледидар арқылы кең тарады. Сонымен бірге эстрада дамыды. Роза Рымбаева, Мақпал Жүнісова, Нұрлан Өнербаев сияқты аға буынмен қатар кейінгі жылдарда Димаш Құдайберген сияқты орындаушылар Қазақстанды әлемге танытты. Мемлекет мәдениетті қолдау үшін бірнеше бағдарлама қабылданды. Мәдени мұра бағдарламасы тарихи ескерткіштер қалпына келтіруге, архив материалдарын жинауға, ұлттық мұраны зерттеуге бағытталды. Бұл бағдарлама арқылы 10 мыңнан аса архивтік материал, құжат, қолжазба және басқа тарихи дерек анықталғаны айтылады. Рухани жаңғыру бағдарламасы да мәдениетке әсер етті. Оның ішінде Қазақстанның киелі жерлері, 100 жаңа оқулық, 100 жаңа есім сияқты жобалар халыққа айтып өткенде халықтың ұлттық санасын жаңартуға бағытталды. Ал қазіргі кезеңде мәдениетті цифрландыру, тарихи мұраға электронды форматқа көшіру мәселесі де маңызды болып тұр. Тоқаев ұлттық құрылтайда цифрлық технология мен жасанды интеллект дамыған сайын ұлттық бірегейлікті сақтау өзекті бола түсетіні айтылған. Қорытындылай айтқанда, тәуелсіздіктен кейін Қазақстан мәдениеті мен өнері ұлттық бағытқа көбірек бет бұрды. Тарихи фильмдер түсірілді, әдеби ұлттық тақырыптар күшейді, дәстүрлі өнер жаңарды. Бірақ қазіргі басты міндет осы мәдениетті тек мерекелік шара емес, жастардың санасына әсер ететін тірі құндылықтар ретінде дамыту. Міне осылай 11-15 тақырыптарды айтып бердім. Көп рахмет.